Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті телекөрермен, қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты берекелі болсын. Жалпы күллі мұсылман жұртшылығының асыға күтетін бұл қасиетті айы, Рамазан айы міне тағы да келіп жетті. Жалпы бұл айдың қадір қасиеті, жалпы Рамазан айында ұсталатын ораза төңірегінде біз осы телеарнамызда, жалпы бағдарламада көптен бері айтып жатырмыз, айтып келеміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы осы оразаның парыз болуында хикметі деген сияқты тақырып аясында болмақ, және де осы оразаның адамның өміріне, жалпы адамның руханиятына тигізетін өзіндік пайдалары деген сияқты осы бір сұрақтар төңірегінде бүгін сұхбат өрбітетін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Қазақстан мұсылмандар діни басқарма жанындағы ақсақалдар кеңесінің мүшесі, заңгер Абат Шәкірұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Және де Иманғали орталық мешітінің наиб имамы Исаев Арман Әділбекұлы ұстазымыз келді. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Уағалейкумассалам. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйіміз жақсы. Ораза қабыл болсын. Әмин. Міне Рамазан айы да басталды. Күні кеше тарауых намаздар оқылып жатыр мешітімізде. Жалпы ауыз бекітіп ниет еткен жандар бар. Енді бүгін тақырыбымыз енді оразаның төңірегінде болмақ. Сол үшін енді Арман ұстаз өзіңізден жалпы осы оразаның негізгі парыз болуында хикмет туралы айтып кетсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, уассалату уассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Әлемдердің Раббысы болған Алла Тағаламызға сансыз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям игілігі мен жақсылығы болсын. Қасиетті Рамазан айы баршамызға қабыл мұбарак болсын. Амин. Рамазан айының парыз еткен Раббымыз Алла Тағала хижраның 2-ші жылы парыз етілді. Қасиетті Құранда арнайы бұған бұйрық аят түсті. Рамазанның парыз етілуі туралы астағфирулла билlah. Я юхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям дейді. Ей иман келтіргендер, сендерге оразаны парыз қылынды дейді. Кама кутиба аля лазина мин қабликум, сендердің алдыңғыларға парыз еткен дейді. Демек, Рамазан оразасы құлшылығы тек бұл үмбетке емес, бұрынғы үмбеткелерге де парыз етілген. Парыз етілуінің хикметі сұраймыз ғой. Адам әрбір нәрседен құлшылықтан, мысалы намаз болсын, ораза болсын, зекет болсын, кез келген құлшылықтан одан күтілетін мән-мағына бар. Себебі ол мәнсіз дүние болмайды. Барлық дүниеден құлшылықтан күтілетін дүние Алла Тағала қасиетті Құранда лағаллакум таттақун дейді. Сонда ізгі тақуа құлдарына боларсыңдар дейді. Ораза ұстау арқылы біздер ізгілікке қол жеткіземіз. Хикмет сонда. Жақсылыққа қол жеткіземіз. Ол біздің зиянымыз үшін емес, біздің ізгілігіміз үшін, біздің жақсылығымыз үшін бұйырылған дүние бұл. Себебі оразада біз тек қана ішіп жеуден ғана тыйылмаймыз ғой. Біз жаман сөзден де тыйыламыз, ғайбаттан да тыйыламыз, харам дүниелерден тыйыламыз. Осының барлығы біздің жақсылығымыз үшін. Жалпы ораза парыз амал ғой, осы намаздан кейін жалпы 5 парыздың бірі ораза болып табылады. Өте жақсы. Абат аға, жалпы енді жаңа оразаның негізгі хикметі енді адамның өміріне жақсылығын тигізетін пайдасы өте зор деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы өздеріңізде енді ораза ұстап келе жатсыздар бірнеше жылдардан бері. Осы жөнінде бір тоқталып кетсек, жалпы қандай пайдасы бар жалпы адамның өзінің ішкі руханиятына, адамның өміріне, жүріс-тұрысына болсын, адамның кез келген әрекетіне осы оразаның тигізетін пайдасы қандай? Менің ойымша енді Арман наиб имамымыз бауырымыз айтып кетті ғой, оның айтқан діни тұрғыдан бәрі дұрыс та, мен жалпы адам ретінде, пенде ретінде осы түсінік бере кетейін. Бір жерде ең бірінші мейірімділік пайда болады адамда. Неге білесіз бе? Өйткені жаңағы аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш балам деп ойламайды дейді. Сондықтан қарны ашып, бір күн ең бірінші менің үлкен пайдасы ол деп ойлаймын. Кешке шейін ауыз ашырғашын отырған адам өзінің аш адамның қандай болатынын түсіне бастайды. Өзінің жан дүниесімен түсіне бастайды. Екінші, бұның пайдасы денсаулыққа пайдалы. Денсаулыққа, өйткені мен бірінші мамандығым дәрігер ретінде, жоғары білім заңгермін ғой. Адамның денсаулығы демалысты қажет етеді. Біздер күніне 3 мезгіл, кейде одан да 4 мезгіл қазақтарда кейде анау кешкі отырыстарда тамақ ішеміз. Дәм тамақтар болғасын, қазақтың әдет сөзі бар ғой. Дәм тамақ қалғанша, жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарысын деп тамақ ішіп дейді. Ол ішке келген тамақ тарап ойға кету ол қиын. Сонда ашығу дейтін организмдегі шлактарды, шектің бойында шлактар тазалайды. Рак ауруы, мысалға сол ана шыжаған шлактар шектің бойына жүрмегеннен кейін организм у болып тарайды. Ең соңында кейде рак ауруын алып келеді. Бұл медицинада дәлелденген. Бұл екінші пайдасы ма? Үшінші пайдасы
бұл жерде жоқ адамдарға үлкен қамқорлық көмек болады осы кездерде. Ол және осы мешітте, Иманғали мешітінде енді көзіміз көріп, құлағымыз естіп жүр ғой, үлкен көмек жасайды. Кәдімгі етпен ет жіберіп жатады, тамақпен тамақ жіберіп жатады. Ал кешке ауызашарға келген адамдардың ішінде де кейбір намаз оқып жүрген, ораза ұстап жүрген адамдардың жағдайы төмендеу болуы мүмкін ғой. Бар ғой біздің елімізде. Біздің елімізде сондай бір ешқандай кедей жоқ ел деп айтуға ешкімнің аузы бармайды. Сондықтан солардың бәрін тамақтандыру 500 адамға шейін осы Иманғали мешітінде тамақтанған кездер болды. 3 киіз үй тігіп, бір палатка тігіп, әйел адамдар, оның ішінде студенттер қарап шығын келіп тамақ ішеді. Бұл да бір пайдасы деп ойлаймын. Елге жасалып жатқан, және ол жалғыз бұл мешіт емес. Мына қала бойынша қанша мешіт бар, аудандарда қанша мешіт бар. Сол облыстағы бұрынғы біздің бас имамымыз Алтынбек қажының кезінде сол осы күнге шейін істеліп келді. Енді қазірде жалғасын табады деп естимін. Бүгін бірінші рет ауызашар болады. 250 адамға ауызашар берейін деп отыр осы мешіттің ішінде. Сондықтан бұның тағы бір жағы елдегі қиын кейбір жағдайлардан халықты алып шығатын бір үлкен халыққа деген бір үлкен шара болып есептеледі. Ал ол енді оның парыз болғаны оразаның, оны енді имам айтып кеткеннен кейін оның үстінен мен артық не айта аламын. Жалпы бірінші жаңа қайырымдылық, мейірім, сосын жаңа денсаулыққа пайдасы бар, сосын адамдардың бір-біріне жақсы қарауы осы кездерде басталады. Артық сөз айтпайды. Күнде айтып жатыр, жаңа ғайбат сөз айтуға болмайды, жаңа кешірімді болу жағы да бар. Сондықтан осы берден оразадан адамға пендеге келетін ешқандай зиян. Яғни ораза ұстаған адам жаңа мейірімділік деп айтып қалдыңыз ғой, өзінен төмен адам, жоқ адамның жағдайын түсінеді дейсіз ғой, иә? Түсінуге тырысады. 100% болды деп айтуға болмайды. Бір айдың ішінде адамды өзгерту мүмкін емес қой, бірақ бұл жылдың қайталанып келіп етеді. Сондықтан адам бірте-бірте кейбір даже қатал адамдарда оразаға келгеннен кейін жаңа намаз оқыса, жайлап өмірдің мағынасын түсіне бастайды. Өте жақсы. Арман ұстаз, жалпы қазір енді осы ораза айында, ораза ұстағаннан кейін бір жеңілдік адамның бойында сезіледі ғой. Жаңа Абат ағамыз айтып кеткендей, адам өзін бір жеңіл сезінеді. Бір қатты бір тамаққа адам зауқы соқпауы да мүмкін. Осы бір оразаның бір құлшылықтарына да көп көңіл бөледі деген сияқты. Бір осының бір сыры неде? Осы жөнінде айтып кетсеңіз. Жалпы Рамазанның сыры осыған қатысты. Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Бұл жөнінде айтарым, жалпы мынау көп тамақ адамға ол зиян. Медицинада оны дәлелдеп жатыр. Ал енді аз тамақ ол адамға жеңілдік, адамға жаңа белсенділік. Ал көп тамақ адамды ұйқыға қарай басады. Осы жерде бір қисса есіме түсіп тұр. Бірде Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Мысыр елінің Мұқауқиси деп айтамыз. Мұқауқис, яғни сол елдің президенті деген сияқты басшысы пайғамбарымызға 4 сыйлық жіберді. Бірінші сыйлық әдемі мініске тұлпар ат жібереді. Екіншісі қымбат маталар жібереді, жібек маталары бар. Үшінші күң жібереді, яғни қызметкер әйел жібереді. Төртіншісі бір дәрігер жіберді. Осы адам өміріне қажетті дүниелер ғой деп осы 4 нәрсені жібереді. Пайғамбарға барып қызмет жасасын. Мына сәйгүлік ат мініс қылып мінсін, матадан киім тіксін, өзі енді жоқшылық кездері ғой енді. Және күңді пайдалансын, қызметкер қылсын, және дәрігерді өзіне дәрігер денсаулығын емдесін деген ниетпен, ізгі ниетпен жібереді. Пайғамбар саллаллаху осылардың үшеуін қабылдайды да біреуін кері жібереді ғой. Қабылдаған сәйгүлік атты қабылдайды, маталарды қабылдайды, және күңді қабылдайды қызметке, және дәрігерге айтады, сіз кері кете берсеңіз болады дейді. Ана кісі таңғалады. Не үшін кері кетуім керек? Сонда пайғамбар бір ауыз сөз айтты. Нахну қаумын деп. Біз сондай біз қауымбыз. Ла наъкулу хатта нажу. Қарнымыз ашпай біз тамақ ішпейміз депті. Ва иза акална ла нашба деп. Егер біз жесек, қатты тойып тамақ жемейміз депті. Осы қағида ұстану арқылы біз дәрігерге мұқтаж болмаймыз деп айтқан екен. Деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәрігерді кері қайтарған екен дейді. Біз демек біздің дана халқымыз айтады, ауру астан деп айтады дана халқымыз. Расында көп тамақ адамға ол пайда келмейді, ол зиян алып келеді. Ауру болады. Көптеген кейбір аурулар осы көп тамақтың қорытылуы. Ораза арқылы да осыны реттеп отырады ғой, адам. Қасиетті Рамазан айында осы ораза Раббымыз Алла тағала біздердің осы ағзаларымыздың тазартуға және күнәларымыздан тазаруға Алла тағала ерекше бір мүмкіндігі, ерекше бір сый деп қабылдау керек. Жаңа енді әңгімеміздің басында әл-қисасында айтып кеттіңіз ғой, жалпы ораза бұл бұған дейінгі қауымдарға да оразасы жаңа парыз етілген деп.
жалпы ол қауымдар мен біздің ұстайтын оразамыздың айырмашылығы қандай? Біздерге дейін қауым деген сөз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва дейінгі пайғамбарлар өтті ғой. Иә. Сол пайғамбарлардың қауымдарында да оразалар жүктелген. Оларға да міне дәл осылай ораза парыз етілген. Ол оразалар мынау пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, бізбен ахл кітаптардың арасындағы оразамыздың айырмашылығы мына сәлесі ішу деді. Біздерге көптеген жеңілдіктер жасалған бұл оразамызға. Таңға дейін ішуге болған. Бұрын ақшам мен құптаның арасында ауыз ашып сол құптаның арасы уақыт бітіп қалатын болған ертедегі. Кейін Алла тағаланың жеңілдігімен қасиетті Құран кәрімде ескертілген. Мынау ақ жіп пен қара жіп, яғни күн мен түн айырылған таңға дейін жеуге рұқсат берілген. Бұл да Алла тағаланың біздерге жасаған өте үлкен жеңілдігі деп қарастыруымыз керек. Өте жақсы. Абат аға, жалпы енді қазір мына ораза айында, Рамазан айында біздің бір ұлттық құндылықтарымыз, кейбір дәстүрлерімізде жаңғырып жатады. Мысалы, жарапазан айту, басқа да ұлттық спорт түрлері Рамазаннан кейін айттың мезгілдерінде орындалып жатады. Жалпы осындай құндылықтарымызды кеңінен насихаттау. Қазіргі енді әсіресе қазіргі жас буын бұндай дүниелерді көп білмеу мүмкін. Соны жастарға кеңінен насихаттаудың маңыздылығы қандай деп ойлайсыз? Әсіресе енді мына жарапазанда бұрында бабаларымыз үйді аралап, жаңа домбырамен, жыр шашулармен балалар жіберіп деген сияқты үйге арнайы сыйлықтар беріп жарапазанда өткізген деп естіп жатамыз. Жалпы осындай қазір көп біздің жаңа насихаттала бермейтін дүниелерді кеңінен насихаттау. Сол жөнінде өзіңіздің ойыңыз бөлісе кетсеңіз. Менің ойымша негізі мен бұл тақырыптардың маманы емеспін, бірақ әркімнің өзінің пікірін сұрап отырсың ғой. Иә, пікіріңіз. Біріншіден, бұл жарапазаннан ешқандай елге де халыққа да зиян жоқ. Содан бастасақ. Екінші, менің өзім түсінігім бойынша, бұл жарапазан айту арқылы жаңа жастардың санасына осындай қайырымдылыққа арналған шараның бар екенін, оны әр үйлерге тарату жаңа арқылы, сосын олар сыйлық береді балаларға жаңа. Балалар онда. Иә. Одан оны түсініп отқан, тыңдаған халықта түсініп сыйлық береді ғой. Просто сыйлық бермейді ғой. Бұны көрдіңіз бе? Сосын ана жас балалар жаңа көбіне жас балалар жүреді ғой бұл жерде. Өскенде кейде көреміз, анау пойыздардың ішінде мына оңтүстік жақтарда, мына Арманның ауыл жақтарда керемет айтады. Домбырамен шығып пойыздардың ішіне келіп жарапазан айтып жатқанын мен бірінші рет көрдім. Келесі өзінің түсетін есіне түсіп қалады. Бұл сол баяғының бүгінгі жаңаша көрінісі, баяғы жарапазанның. Сондықтан бұның арасында жастардың имандылыққа жаңағыдай жақсы осындай салттарды қатысуы және оған қолдау көрсетуі болса, екінші оған елдің ықыласы ауып жаңа сыйлықтарын беріп деген сияқты арасында менің ойымша, өз ойым ғой енді. Бүгін басқаша түсіндіруге болатын болар. Байланыс, гармония дейді ғой. Елдің арасында, халықтың, тұрмыстың арасында байланыс болады. Осы жағынан пайдасы болар деп ойлаймын. Енді елдің экономикасына басқа жағынан пайдасы болмас, бірақ осындай тұрғыдан қарағанда бірлікке шақыратын, сосын мейірімділікке, қазақылыққа деп айтуға болады. Сондықтан қазіргі мына қатал заманда, бірін-бірін жаңа көршілер бірін танымайтын заманда, немесе неше түрлі интернетте көріп жатқан неше түрлі жаңа келеңсіз оқиғалар заманында бұндай нәрсені кез келген адам түсіне бермес, бірақ кез келген жастар, кез келген елдің азаматтары, бірақ осы арқылы сәл болса да жылулық әкеледі деп ойлаймын. Пайдасы сол болар деп ойлаймын. Осы жерге тағы бір қосып кетсем болады ма? Иә, болады. Жарамазан деген арабтың сөзі екен. Жарамазан, Рамазан келді деген мағына білдіреді. Жа деген келді деген сөз араб. Сол ертеде сол жарамазан айтып сүйініш сұрайды екен ғой. Осы Рамазан келгенін хабарлап, Рамазан айының келгеніне қуанып, балдар жарамазан айтса, демек үлкендер шүкіршілігін білдіріп, жаңа балдарға тәттілер беріп, қуаныш қой енді, ағамыз айтып отқан. Өте жақсы. Оның үстіне биыл енді ораза айымыз мына наурыз айына келіп тұр ғой. Наурыз мерекесі бар, оның үстіне жаңағы наурыз мерекесі өтеді деген сияқты көптеген енді мына дәстүрлерімізді кеңінен жаңғыратын бір уақытына тұспа-тұс келіп тұр ғой мына Рамазан айы. Өте жақсы. Енді осы Рамазанда жалпы ораза, енді тақырыбымыз ораза болғаннан кейін, мына оразада қазір көп адам білмейді. Мысалы, оразаның шарттарын білмеу мүмкін, немесе басқа бір мәліметтер оразаға байланысты естуі мүмкін деген сияқты көп қой сұрақтар. Осы орайда жалпы осы оразаның
өзіндік шарттары қандай ұстайтын, немесе мына оразаны бірінші рет ұстап жатқан адамдар болуы мүмкін, осы ауыз ашар болсын, немесе ауыз бекітетін уақыт болсын, басқа да осы оразаның кезінде кеңес, тыйым салынған бір дүниелер болуы мүмкін деген сияқты, сол жөнінде біз шариғи тұрғыдан бөлісіп кетсеңіз. Жалпы Рамазан айында оразаны ұстаудың екі түрлі дәрежесі болады. Бірінші дәрежесі тек шариғат бойынша орындалады. Ораза ұстаған адам тамақ ішпеу керек, су ішпеу керек және қатынастан сақтану керек. Бұл Рамазанның фиқи тұрғыдағы, шариғи тұрғыдағы талаптары. Осын ұстанса, ол адам ораза ұстаған болып есептеледі. Енді екінші дәрежесі бар, мағынауи жағынан, рухани жағынан оразасы бар. Ол қалай? Ғайбат айтпау, көзімен харам дүниені қарамау, жаман сөз сөйлемеу. Бұл жаман сөз сөйлегеннен ораза бұзылмауы мүмкін, бірақ сауабы кемейді. Мәселе сода. Сол рухани жағында қосып ұстасақ біздер оразаны, сонда біз кемел Рамазан оразасын бір кемел түрде ұстаған боламыз. Рамазан айынан шыққанда бір анадан жаңа туғандай пәк болып шықты. Алланың осы Рамазан айынан шыққан уақытта Алланың мейіріміне бөленіп шықты. Жұмақтардың несінен құтылып шықты деп айтады ғой, азабынан құтылып, Алланың азабынан құтылып. Сондай оразаға жететін дүние осы рухани оразаны сақтаумен келеді екен. Сол себептен бізге жастарға, ораза ұстаушыларға айтарымыз сол, барынша осы Рамазан сағынып қауыштық қой енді. Барынша бір ай дейтін ол тез өте шығады. Сол бір айымызды жақсы өз-өзімізді ұстап, бір-бірімізге тілімізді сақтап, көзімізді сақтап, тақуалығымызбен, ізгілікпен ұстап шығуға. Енді осы тұрғыда енді осы оразаға қатысты көптеген сауалдар келіп жатыр ғой, енді оны өздеріңізде мешіттерде, жалпы желілерде айтып жатсыздар. Енді осы Рамазан айының жалпы 3-10 күндікке бөлінеді ғой негізінен. Сол 3-10 күндіктің мына соңғы күндері ихтихаф деген бар, жалпы соңғы 10 күндігіне қатты баса мән беру керек деп айтады, қасиетті қадір түні бар деп жатады. Жалпы осы соңғы 10 күндігі туралы көптеген сауалдар келген екен, соған бір жауап бере кетсеңіз. Соңғы 10 күндік шынында да ол ерекше 10 күндік деп есептеледі. Енді 3-10 күндіктің әртүрлі айырмашылығы, әуәлуху рахма, Алла Тағала мейірімі түседі дейді бірінші 10 күндікте, екінші мағфираты түседі дейді екінші 10 күндікте, кешірімі. Үшінші 10 күндікте уаитқу минан нир дейді. Көптеген адамдар, Алла сақтасын, дозаққа үкім етілген пенделер болады екен. Алла Тағала соңғы 10 күндікте ерекше рахмат түседі. Дозақтан оларды сызып тастайды ғой, былайша айтқан уақытта. Алла Тағала оларды дозақтағы үкімдерінен ауысып, жәннаттың әһлдеріне айналдырады екен. Бұл ерекше мән берілетін соңғы 10 күндік. Қадір түні де, соңғы 10 күндіктің түндері өте қадірлі деп есептеледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айының соңғы 10 күндіктерінде ихтикафқа кіріп, мешітте болып, ерекше ғибадатпен, құлшылықпен уақыттарын өткізген екен. Бізде солай істеуге тырысуымыз керек. Өте жақсы. Абат аға, жалпы енді қазір бана жақсы айттыңыз ғой, оразаның жаңаға біріншіден мейірімділік, қайырымдылық, сосын жаңа жомарттық деген дүниелерді адамға сіңіруге өте көп септігін тигізеді деп. Жалпы одан басқа мына қазір қоғамда біз көп көріп жатамыз, кейбір келеңсіз жағдайлар, немесе бір жастардың арасындағы бір тәртіпсіздіктерді көп байқап жатамыз. Бір осындай дүниелердің алдын алуға қандай пайдасы бар, қандай септігін тигізеді. Оның үстіне енді өздеріңіз осы аталар кеңесінің мүшесі ретінде аталар болып, осы жастармен жаңа бір сапта тұрып намаз оқисыздар. Қандай кеңес айтасыз осы қоғамда болып жатқан әртүрлі кеселдердің алдын алуға, жалпы жастарға тәлім тәрбие беру мақсатында осы орайда ойыңызбен бөліссеңіз. Өте дұрыс, өйткені қазіргі актуальны дейді ғой. Иә. Сол тақырып. Бұл ақсақалдар кеңесінің мүшесі ретінде, аталар мектебінде жұмыстарынан басқа заңгер ретінде де, және облыстық соттың бір айдан асып кетті, билер кеңесінің мүшесі ретінде де біз осы жастардың тәрбиесімен, оның үстіндегі жаңа неке бұзу мәселесімен соған қарсы жұмыстар жасап жатырмыз. Сонда менің түсінгенім, сұрағында дұрыс түсінсем, тәрбие жұмысы болу үшін адамда мейірімділік болу керек, және тек мейірімділік емес, мына намаз оқыған адам, ол намазы жан дүниесімен қалап оқса, жан дүниесімен. Мешіттерге келсе, мешітте айтылатын уағыздарда сол жаңағы өзің айтқан сұрақтардың жауабы. Мен 20 жылдай болды осы келіп намаз оқығаныма. Содан бастап енді қатысып жүреміз ғой.
уағыздарды тыңдап, жаңағы уағыздардың ішінде керегін бәрін алуға болады. Сол тәрбие жұмысы негізінде осы біздердегі мына болып жатқан келеңсіз жағдайдың бәрі тәрбиенің жоқтығынан, имандылықтың кемдігінен, сосын шетелге еліктеу, сонымен әртүрлі ағымдарға еліктеу бар, сосын одан басқа мына әртүрлі мерекелер бар ғой, шеттен келген. Соларға еліктеудің бәрі біздің мына жалпы салт санамыздан адамдарды ауыстырып бетін басқа бір жаққа, ана жалт жұлт еткен дүние бар ғой, соған алып кетеді. Жалт еткен дүниенің артында неше түрлілер жатқанын адам білмей, оның ішінде жаңа ойындар болуы мүмкін, құмар ойындар, әртүрлі ішімдіктер бар, жаңа наркотиктер бар, сол жерде бәрі байланысты нәрсе. Ал енді мешітке келгенде имамның несін тыңдап, уағыздарын тыңдап, имамның бағытымен намаз оқып жүрсе, әртүрлі бұның ішінде де ағымдар болса, еріп кететіндер де болуы мүмкін. Өйткені жаңа келген адам бұл дейтін адасып кетуге оңай. Қай жаққа бұрып жіберсе, солай кетіп қалады. Сондықтан оразада, намазда екеуі, әлгі бұрынғы кезде айтатын еді ғой, ораза намаз тоқтықта дейтін бір сөз бар. Оның қанша дұрыс екенін білмеймін. Енді халықтың да жағдайы олай түзеліп келе жатыр ғой, жаман емес қой. Сонда да осы ораза намаз арқылы кейбір жаңағыдай аш болып жүрген адамдардың, қарын тоймай жүрген адамдардың, я болмаса қиыншылық көріп жүрген адамдардың жағдайы түзеуге болады. Бұл да бір тәрбиенің жаңа өзің айтқан бір түрі. Соны түсінген адам, жастар түсінгеннен кейін имандылыққа бет бұрып, сол жаңағыдай бір келеңсіз қисық жолдар бар ғой, өзің айтып отқан. Солардан аулақ болуға себеп болады. Мен өзім осы бірнеше жыл осы неде істедім ғой, құқық қорғау органдарында неше түрлі жұмыстарда атқарып дәрігерде болдым. Сонда осы жасым 68-ге келгенше менің жинаған тәжірибем бойынша менің көргенім мешіттен келгеннен дұрыс мына жақсы имамдармен жаңағы ұстаздардан дәріс алған жастар теріс жолға кетпейді, кетті, мейірімді болады. Сәлем бергеннің өзінде де осы мешітіне кіргенде амандасып жатқанын қарайсың ғой. Сондай болады. Енді көптің арасында әртүрлі адамдар болады ғой. Сондықтан кейде мына мешіттерге қарсы әртүрлі жаңа ерінбегеннің бәрі мешітке ақыл айтатын болып кетті қазір. Оны да жаңа Сәбден Асқар дейтін теологты тыңдап жатсам айтып отыр екен, үлкен теолог ол дейтін. Сол айтады, ерінбегеннің бәрі дінге қарсы әңгіме айтады. Өйткені бір темін тауып алу керек қой. Сол тема арқылы, бірақ шындығында оның ішінде мына мешіттің имамдарымен, солармен жұмыс істеп жүрген жастар болса, олар сол тыңдап жүрген жастар болса, теріс жолға кетпейді, тәрбие алады. Оразада соның бір себепшісі болады деп ойлаймын мен. Өте жақсы дұрыс айтасыз. Жалпы енді осы жаңағы өздеріңіз айтып кеткендей, Рамазан айы бұл тәрбие айы ғой, бір жағынан. Тәрбие айы. Және адамдардың бір тура жолға, немесе дұрыс жолға түсуіне үлкен бір септігін тигізетін ай. Ол тек адам себепші болуы мүмкін, ол тек Алланың ғана оны тура жолға түсіруі мүмкін осы айда деген сияқты. Бүгін енді пікір білдіріп ой бөлісіп жатсыздар. Жалпы осы тақырып аясында айта берсек, мәселе көп, сұрақтар да көп келіп жатқан. Оны алдағы уақытта да талқылай жатармыз. Бүгін енді осы әңгімеміздің алқисасы ретінде осы ораза, оның пайдасы туралы айтып жатырмыз. Келіп пікір білдіріп ой бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Біздің көрермендерге айтар тілегіңіз, лебіздеріңіз болса, қысқа нұсқа жеткізсеңіздер болады. Жалпы мынандай бір тек айтқым келеді. Жалпы көпшілікке сол осы тек өте баратын сияқты. Өйткені дін мен біздің айтатын дана сөздеріміздің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Біздер басқа сөздермен айтамыз. Имамдар айтатын болса, мысалға олар Алланың құлысындар, Аллаға құрмет көрсету, сыйлау керек дейді. Алла ең бірінші, солай ғой. Ал ана жұмақ ананың аяғының астында дейді. Солай ма? Ағайындардың арасында дос болу керек, ағайындар бір-бірін сыйлау керек. Тіпті мұсылмандар бір-бірімен тату болу керек дейді. Солай ма? Біздерде даналықпен біз өзімізше түсіндіреміз, өйткені біз жамағатпыз. Мен былай деп айтамын мысалы, Алланы сүй, алдына барасың. Анаңды сыйла, жұмақты табасың. Айырмашылық бар ма? Ағайынды сыйла, бағаңды аласың дейді. Халқыңды сыйла, тарихта қаласың дейді. Өйткені тағы бір билдің сөзінде Аллаға жағам десең азанды бол, ағайынға жағам десең қазанды бол дейді. Сыйласу үшін жаңа тамаққа шақыру қазанды. Ал енді жалпы халыққа айтатын, осы оразаға қатысты нені айтатын болсақ, кім десең бұл өмірде ең бақытты дейді. Кім десең бұл өмірде ең бақытты, азанмен таң атырған ел бақытты. Демек, таңертең азанмен жаңа намазға келіп, намаз. Еріне бойсынған әйелменен Аллаға бойсынған құл бақытты, ер бақытты дейді. Анадан бата алған қыз бақытты,
алыс алған қыз бақытты, әкеден бата алған ұл бақытты. Рамазан келгенде енді ораза ұстап, құрмамен ауыз ашқан құл бақытты. Осы елімізге бәріне тілеймін сол бақытты. Әумин. Тілегім болсын. Әумин. Көп рахмет. Сөз өзіңіз. Енді Әбекең өте жақсы тілек айтып отыр. Қосыламын Әбекең тілегіне. Енді Рамазан айымыз енді Алланың ерекше нұры төгіліп жатқан ай. Сол мүмкіндікті жіберіп алмас екен деген менде сондай бір өтініш, сондай бір кеңес менде. Баршамызға Алла Тағала тақуалық, таза жүрек, ниет нәсіп етсін деп тілеймін. Әмин. Көп рахмет. Келіп пікір білдіріп ой бөлісіп жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Осы қасиетті айда жасап жатқан қандай да бір игі істеріңіз болса, сауаптан болсын деген тілегіміз бар. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз да аяқталды. Қасиетті Рамазан айы тағы да құтты болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дейміз. Біздің келесі бағдарламаларда жүздескенше аман сау болыңыздар.